Замираға наркоз кезінде біреу оны зорлағандай сезіледі. Бірақ дәрігерлер оған мұның бәрі тек операциядан кейін болған галлюцинация деп айтады. Алайда ол денесіне бір нәрсенің кіргенін анық сезеді. Замира өзінің зорланғанына сенімді болады. Үйіне оралған соң ойланып тұрады да шешкен киімдерінен қайта алып қарайды. Сол сәтте ол не болғанын анықтағысы келіп, соңына дейін барам деп шешім қабылдайды. Ол басқа ауруханаларға барып тексерістен өтті. Дәрігер Замираның жақында жыныстық қатынаста болғанын анықтады. Тіпті оның денесінен бөгде адамның жасушаларын тапты. Шындықты білген Замира қатты күйзеліске түсті. Ол ашуланып, дәрігерлердің алып полиция бөлімшесіне барады. Мені зорлады деп дәрігердің үстінен арыз жазады. Бірақ полиция оның айыптауын күлкілі деп санайды. Себебі бұл дәрігер көп жылдан бері осы қалада жұмыс істеп жүрген беделді маман болатын. Ол тіпті тұрмысы төмен отбасыларға арзандатылған бағада қызмет көрсетеді. Мұндай қайырымды дәрігердің ондай әрекетке баруы мүмкін емес деп санады. Тіпті Заринаның өз отбасы оның сөзіне сенген жоқ. Бірақ Замира райынан қайтпады. Қолында айғақтар болғандықтан полиция амалсыздан тергеу жүргізуге мәжбүр. Олар Замирадан болған жайтты егжей-тегжейлі айтып беруді сұрайды. Замира жол апатына түсіп, емделу үшін ауруханаға түскенін есіне салады. Бірақ дәрігер оған анестезия жасалған кезде есінен танып қалған. Ол дәрігердің тек ем жасап қана қоймай, мүшесін тығып жатқанын сезіп қалғанын айтты. Содан кейін полиция клиникаға келіп, дәрігерлермен сөйлеседі. Аз ғана сыпайы әңгімеден кейін полиция оған Замираның шағымы туралы хабарлады. Кінәсіздігін дәлелдеу үшін дәрігерден қан тапсырыңызшы деді. Дәрігер айыптауға таң қалып өзінің дәрігер ретінде ешқандай пациентіне зиян тигізбейтінін айтты. Ол полициядан кейінірек келуін сұрайды, себебі өте бос емес екенін айтады. Дәрігер сабырлы түрде қан тапсырып, медбикеден сол талдауға өзінің атын жазуын сұрайды. Нәтиже көп күттірмейді. Замирадан алынған ДНК мен дәрігердің ДНК-сы сәйкес келмеді. Содан кейін полиция бұл ақпаратты жария етіп, бәріне хабарлады. Енді Замираның дәрігерге қарсы айтқан айыбы барша жұртқа белгілі болды. Адамдар оны мазақ етті. Замира